Баршаңызға сәлем, керек кеңес арнасының көрермендері. Келесі жылды өнімді бастау үшін биылғы жылды қалай аяқтау керек? Ол үшін бірнеше шаруаны осы бір ай көлемінде жасап үлгеріңіз. Бірінші, жобаларды аяқтау. Бастаған кезде шабыттанып, кейін аяқтамай тастай салған істі жүйелеу керек. Оны қарап шығыңыз, не істеуге болатынын жоспарлап, қолға алыңыз. Сонда жан тыныштығын сезінесіз. Екінші, қонақ күту. Өзіңіздің және жақындарыңыздың көңіл күйін көтеру үшін мерекелік кеш ұйымдастырыңыз. Бұл әркімнің жанын жылытады. Күнделікті жұмыстан сәл тынығыңыз. Үшінші, дәрігерге қаралу. Әрине, ешкім дәрігерге қаралуды жаңа жыл мерекесімен байланыстырмасы анық. Бірақ денсаулығыңызды күту көңілді кешке көйлек алудан маңызды. Егер сіз бірнеше тексерісті немесе дәрігермен жоспарлаған кездесуді өткізіп алсаңыз, бұл дұрыс емес. Сондықтан мүмкіндігінше тезірек тіс дәрігерімен немесе терапевтпен хабарласыңыз. Төртінші, спортқа оралу. Көпшілігі жаттығу жасап бастауды 1 қаңтарға немесе одан кейін жоспарлайды. Бірақ неге ертерек бастамасқа? Істі бастап кету қиын, бірақ ары қарай оңайырақ болады. Жаңа жаттығу бағдарламасын қазірден бастаңыз. Сіз жаңа жылдың басында жақсы формада боласыз. Бесінші, үй тазалау. Көбісі толық тазалықты жылына 1 рет жасайды. Тіпті солай болғанның өзінде оны жаңа жылға дейін жоспарлау керек. Тазалау керек жерлерді анықтаңыз. Кей үй жиһаздарына химиялық тазалау қажет болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Алтыншы, қажет емес заттарды сату. Қолданбайтын заттарды сату өте жақсы идея. Ал қысқы маусымда бұл 2 есе пайдалы. Өйткені түскен ақшаға демалыс күндергі жүріс-тұрысыңызды өтеуге көмектеседі. Ескі кітаптарды, пластинкаларды, электроника мен киім-кешектер сынды басқа біреуге пайдалырақ болады деп ойлайтын нәрсені барлығын сатыңыз. Олардың жағдайы мен сапасына да мән беруді ұмытпаңыз. Жетінші, бюджет жоспары. Мереке қарсаңында отырып, қаржылық жағдайыңызға бір шолу жасап шығыңыз. Егер сіз осы жылы шығыныңыз көп болса, әрі толықтай жинамаған болсаңыз, кейбір шығындарды қысқарту жоспарын жасаңыз. Сонымен қатар, ақша үнемдеу үшін қаржы стратегияларын құрыңыз. Қандай қажеттіліктерге ақша бөлу керек екенінде, демалысқа немесе мерекелік демалысқа қанша шығын кететінін анықтаңыз. Сегізінші, қайырымдылық. Өзіңізге ұнайтын ұйымға қайырымдылық жасаңыз. Мереке күндері қорларда әдеттегіден көп шығындар болуы мүмкін. Сіз оларға көмек ретінде сыйлықтар жасай аласыз. Өзіңізге керек емес заттардың ішінен өзгелер тұтынуға келетінін берсеңіз болады. Тоғызыншы, тамақтану жоспары. Желтоқсан айында жай отырмай, тамақтану жоспарын жасаңыз. Тамақтарыңыздың тізімін қағазға түскенде, тамақтану әдеттеріңіз қаншалықты дұрысталатынын түсінесіз. Бұл әл-ауқат үшін де, әмиян үшін де өте пайдалы. Және де 10-шы, байланыстарды қалпына келтіру. Өмірдің қарқыны артқан сайын жақын жуыққа көңіл бөлу сирей түседі. Досыңызбен немесе отбасыңызбен жақын қарым-қатынасыңызды қайта жаңғырту үшін жай ғана қоңырау шалыңыз немесе электронды поштаға хат жіберіңіз. Егер сіз ескі қарым-қатынасты қалпына келтіруге күш салсаңыз, бұл шешімге ешқашан өкінбейсіз. Достар, жаңа жылға дейін 1 ай шамасында уақыт бар. Уақыттарыңызды үнемді пайдаланыңыздар. Достар, бүгінге осы. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.